Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарымыз. Ливерпуль ағылшын лигасының кубогын ұтты. Чемпион. Барселона неге негізгі құрамының ойыншыларын сатып жатыр? Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер де жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біз бастайық, кеттік. Достар, біреулер үшін өкінішті, біреулер үшін қуанышты жаңалықтан бастап. Кеше ағылшын лигасының кубогы өтті. Финалда Ливерпуль және де Челси клубтары өнер көрсетті. Екі жақта да өте қиын ойын болды. Екі жақта да гол болуы керек еді, бірақ та 90 минутта ештеңе де шешілген жоқ. Жалпы 90 минутта Ливерпульдің XG, яғни гол салу мүмкіндігі 2-ге жақын болды. Ал енді Челсидің XG 2-ден сәл көбірек болды. Яғни бұл 90 минуттың ішінде ойын 2-2 болып аяқталуы мүмкін еді, немесе сәл ғана басымдылықпен Челси ұтып кетуі мүмкін еді. Бұл ойында басты мәселе төреші болды. Төрешінің төрелігіне жанкүйерлердің көңілі толған жоқ. Осындай жағдайлар болды. Ол көрініп тұрды. Екі жақта тамаша ойнады. Бірақ енді Челсидің өкінішіне орай соңғы минутта Вирджил ван Дейк капитан гол салып кубокты жұлып кетті десек те болады. Юрген Клоп өзінің қуанышында шегі жоқ екенін жеткізді. Мен үшін өте маңызды кубоктардың бірі деді. Және де бұл мен үшін өте маңызды маусымдардың бірі. Сондықтан да біз барлық кубоктарға таласуымыз керек. Сондықтан да алдағы ойындардың бәрінде барымызды саламыз деді Юрген Клоп. Өте қуанышты екенін жеткізді. Ливерпульдің барша жанкүйерлерін құттықтап қойсақ та болады. Ал Челсиға келетін болсақ, Челсидің жағдайы ауыр. Челси 6 финалда жеңілген алғашқы ағылшын командасы болды. Ойын соңында Маурисио Почеттиноның пресс-конференцияда айтқан сөзін жеткізіп берейік. Маурисио Почеттино Ливерпульді біріншіден құттықтады, және де өздерінің керекті мүмкіндіктерін сала алмайтыны жайлы айтты. Дәл сол олқылықпен, дәл сол қателікпен жұмыс жасауымыз керек деді. Өте өкінішті, және де бұл жеңіліс біз үшін өте ауыр. Бірақ та ойын аяқталған жоқ, өмір жалғасуда деген сияқты. Біз тек қана алға жылжуымыз керек. Бұл ойынды ұмытуымыз керек. Алда әлі маңызды ойындар жетерлік деді Маурисио Почеттино, және де жанкүйерлерден кешірім сұрады. Осылайша кеше ағылшын лигасының кубогы өтті. Ливерпуль клубын және де Ливерпуль клубының жанкүйерлерін құттықтаймыз. Реал Мадридта болып жатқан жағдайларды айта кетейік. Реал Мадрид Рафаэль Варанды білесіздер, бірден сатып жіберді, және де Каземироны сатып жіберді. Ал енді Рафаэль Варан мен Каземиро Реал Мадридтің бір алынбас бөлшегі сияқты көрінген болатын. Ал Реалдан кетті де бірден Манчестер Юнайтедте ойынын жоғалтып алды. Рафаэль Варан да керемет ойын көрсетіп жатқан жоқ. Ал Каземиро болса мүлдем басқа Каземиро болып кетті. Реал Мадридтағы қара жұмыстың бәрін жасап жатқан Каземироны таппай қалдық. Ал енді The Sun басылымының айтуынша Каземироны және де Рафаэль Варанды қайтадан қайтып алуларына мүмкіндіктері бар. Реал Мадридтің екеуін қосқанда 60 миллион евроға сатып алуларына мүмкіндігі бар. Бұл енді Реал Мадрид үшін өте тиімді шешім деп қабылдап жатыр сарапшылар. Бірақ та Флорентино Перес оны жасамауы мүмкін. Себебі бұл тым ақылды шал. Болашақты көреді ма, бір бәлесі бар осы шалдың. Қайтып келеді Варан мен Каземиро дегенге мен қатты сене қоймаймын, және де дәл қазіргі Реал Мадридқа екеуі ауадай қажет дегенге де сене қоймаймын. Себебі Ювентустан Криштиану Роналдоны қайтып алады деген сәтте де алған жоқ болатын қайтадан. Одан бөлек Севильядан Серхио Рамосты алады деген ақпараттар да шыққан болатын. Осы орталық қорғаушылардың бәрі жарақат алып жатқанда, кейбір басылымдардың айтуынша Серхио Рамос Флорентино Перестен Реал Мадридтен қоңырау күтіп телефонына қарап бір апта жүрген деседі. Ал бірақ та Серхио Рамосты да керек қылған жоқ, шақырған жоқ. Демек Каземироны да Рафаэль Варанды да шақырмайды деп ойлаймыз. Бірақ The Sun басылымының айтуынша екеуі Реалға қайтып келуі мүмкін деген ақпараттар шыққан екен. Сіздердің ойларыңыз қалай? Рафаэль Варан мен Каземиро қайтадан Реал Мадридқа келеді ма, келмейді ма? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады.
Барселона қазіргі таңда қаржылық қиындықтарға байланысты негізгі деген ойыншыларын сатуға дайын. Жуль Кунде бар, оның ішінде Рональд Араухаға жақсы ұсыныс түсіп қалатын болса, оны да сатуға дайын тәрізді. Ендігі кезекте қазіргі таңда Тер Штеген сатылып кетуі мүмкін, себебі Сауд Арабиясынан жақсы ұсыныстар түсіп жатыр, 80 миллион евро беруге дейін дайын екен. Бірінші Сауд Арабиялықтар Тер Штегеннің айналасындағылармен келісіп, сөйлесіп, көндіріп алғысы келеді. Одан кейін барып Барселонаға ұсыныс жасағысы келеді. Осындай ақпараттарда шығуда. Негізгі ойыншыларының бәрін сатып жерсе, келесі маусымда қалай ойнайын, қандай ойын көрсетейін деген жоспарлары бар екен. Сол мені ойландырады. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлағын қайтып күн көреді. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылағын қайтып күн көреді. Негізгі құрамда ойыншылары жоқ, Барселона қайтып күн көрмек келесі маусымда. Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхенға да екі нақты клубтар таласып отыр. Екі клуб нақты ұсыныс жасаған. Виктор Осимхеннің өзі бірақ қайда баратынын таңдайтын болады. Ол екі клубты атап өтетін болсақ, бірі Челси, бірі Парис Сен-Жермен. Парис Сен-Жермен Осимхенді Мбаппенің орнына алғысы келеді. Мбаппенің орнын толықтыратын ойыншы осы Виктор Осимхен деп санайды. Ал енді Челси клубына өздеріңіз білесіздер, маусым бастан бастап айтып келе жатырмыз. Нақты 9-дық керек. Жәнегі осы алдындағы айтып өткен Почетиноның сұхбаты соған келіп тіреледі. Нақты мәселені шешетін мықты ойыншылар керек. Біз мүмкіндіктерді шеше алмадық деп сұхбат берген болатын. Осы кезекте Челсидағы мүмкіндіктерді шешетін ойыншы осы Виктор Осимхен деп санайды. Виктор Осимхеннің өзі АПЛ-да ойнағысы келеді. Әйгілі Дидье Дрогбаның орнын толтырып, соның жолын ізін жалғастырғысы келеді. Яғни Виктор Осимхеннің өзі Челсиға баруы ықтимал деген болжамдар бар. Ал енді Виктор Осимхен үшін Наполи клубы қай клуб алса да 130 миллион евро алатын болады, себебі Осимхеннің қазіргі өтемақы құны осындай. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қойыңыздар. Күнделікті футбол ақпараттары осы арнада, достар. Арнамызға жазылып қойыңыздар, ошаны басып қоюды ұмытпаңыздар.